мұсылманның мұсылманға әрдайым дұға тілеп тұруы, мұсылман қиын жағдайға тап болған кезде бірден оған барып көмектесуіміз деген сияқты көптеген ақылдар айтыла берді. Мысалға, осы жерде тұрып бір мұсылманды жамандап жатса, сіздің сол мұсылманның алдындағы міндетіңіз соны жамандап жатқан жерден мақтау болды. Мақтап жібереді, оған жақсы сөз айтады. Мысалға, біз осы жерде бір бауырымыз жоқ та, Каспияға жоқ, осы жерде бүкіліміз жиналып алып бір кісілер Каспийді жамандап жатса, мен тұрамда не істеймін? Жоқ, ол кісі жақсы кісі деп мақтау айту керек. Бұл менің ол мұсылман бауырымның алдындағы міндеті. Сол сияқты мұсылманның алдындағы міндеттері өте қатты көп. Пайғамбар сол үшін қайта-қайта хадистерінде айтты: «Әл-муслиму ахул-муслим». Мұсылманның бауыры, «Вәлә язлимуху, вәлә юслимуху». Олар оған зұлымдық жасамайды, және де әсте өзінің бауырын сатып кетпейді, сатып кетпейді. Кімде-кім бауырының дүниеде бір мұңын кетірсе, Алла оның ақыретте бір мұңын кетіреді. Кімде-кім бір мұсылманға қуаныш сыйласа, Алла оны ақыретте қуантады. Кімде-кім бір мұсылманның қажетін өтесе, Алла оның қажетін өтейді. Қашанда мұсылман өзге бауырының қажетінде болса, Алла Тағала оның қажетін өтеп бере береді. Сол үшін басқа бір хадисте не деді? Толық иман келтірген болып саналмайсың да, бір өзіңе не жақсы көресің, соны бауырыңа тілемейінше дейді. Білесіздер ме осы хадисті? Бірақ әйгілі имам Ғазали дейді: өзің мұсылман бауырыңа шын жүректен тілесең, өзіңе тілейтін нәрсеңді. Бұл күшті, керемет иман дейді, бірақ бұл иманның биік шыңы емес дейді. Иманның биік шыңы мұсылман бауырыңа өзге одан да артығын тілеп отырасың дейді. Өзге одан да артығын тілеп отырсаңыз, сондай да. Мысалы, өзіңіз жарайды, салоннан бір жеңіл машина сатып алсаңыз, бұл үлкен джип мінсе ғой дейсіз да. Осы бауырым осы үлкендеу, осы джип мінсе ғой деп, ананың сол мінгенін жақсы көріп тұрасыз. Бұл иманның шыңы деп айтады. Сол үшін сахабаларды қарасаңыздар, Расулалла саллаллаху алейхи уассаламның өмір сүру әдіснамасын қарасаңыздар, бұлар бір-бірлеріне деген жанашырлығы, бір-бірлеріне деген несі? Осылай көмектесу ұлық болғанда. Әйтпесе Абу Бәкір болмағанда, сол Билал радиаллаху анху мысалға құл болып жүрген адамға бір пайда, кімнен сатып алады мысалға? Ол қазіргі таңда жарайды, бізде құлдық жоқ қой, ол мынаумен қарағанда бір бауырын қарызға батып кетті мысалға. Қарызға батып кетіп, быт-шыт болып жүр. Бір бауырымыз, мен бұның қарызынан құтқарып аламын деп, соны алып шықса, дәл сол Абу Бәкірдің ерлігін орындайды. Ал сол Абу Бәкір радиаллаху анхудың себебімен қарап отырсақ, жәннатпен сүйіншіленген сахабалар бар ма? Он деп айтамыз ғой негізінде хадистегі. Бесеуі Абу Бәкірдің себебімен тіркелген. Осман, Талха, соның ішінде Саад ибн Аби Ваққас, Зубайр ибн Ауам, осылар. Ойлаңызшы, Абу Бәкірдің себебімен. Жаңағы Билал радиаллаху анхуды құлдықтан босатып отыр. Бұл не үшін? Не үшін бұлай отыр? Өйткені ол мұсылман бауырынан өзіндегі бар нәрсені тілейді, өзіндегі бар иманды тілейді, өзіндегі бар байлықты тілейді. Сол үшін қадірмен жамағат, мұсылман бауырынан болсыншы десеңіз, Құдай сізге береді. Осы үшін бұның барлығы айтылады. Енді не дейді пайғамбарымыз? Мұсылман өзге мұсылманның алдында 6 ақысы бар дейді. Хаққул муслими аля муслими ситтун. Бұл муслимда келетін хадис сахих болып табылады, яғни пайғамбардың аузынан шыққанына біздің ешқандай да күмәніміз жоқ. Мұсылманның өзге бір мұсылманның алдында 6 ақысы бар дейді. Соның әрқайсысына тоқталып өтейік. Біріншісі сәлемдесу.
Сәлем берсе, сәлемін қайтару. Көрісіп қалса, сәлемдесу дейді. Осы кезде ғалымдарымыз бүйтіп айтады, сәлем беру сүннет дейді. Сәлем беру сүннет, бірақ сәлемге жауап беру бұл уәжіп болып табылады. Яғни міндет болып табылады. Біреу ассаламу алейкум деген кезде, уағалейкум ассалам деген жауап келмесе, ол міндетті түрде күнәһар болып қалады. Ал енді біреуді көріп тұрып сәлем бермеу, ол сүннет, бірақ оны қайта-қайта тәрк ете беру, сәлемді қалдыра беру, ол түбінде бір неге үлкен айыпқа барады, күнәға барады. Пайғамбарымыз не деген? Қияметтің үлкен белгілері, қияметтің кіші белгілерінің бірі адам тек қана танығанына сәлем береді. А бізде қазір дейді, шыны керек танысаң да сәлем бермей өтіп кетесің. Танысаң да осы адамнан аулақ болып, мені көрмей қалса ғой деп, бір алыстан бір қашып жүресің де сәлем бермей. Олай болмайды. Біз осы ісімізбен, яғни қияметті өзімізге жақындатып отқан адамдардың сатысына кіріп тұрмыз. Және де міндетті түрде сәлемдескен кезде ассаламу алейкум деген сөзбен амандасу керек. Мысалы қараңыздар, ғалымдар айтады, ассаламу алейкум деген сөз исламның рәмізі болып табылады дейді. Мысалы Қазақстанның рәміздері қайсы десе, ту, елтаңба, әнұран дейміз. Ол не рәміздер дегенде сол ту, елтаңба, әнұран арқылы Қазақстан екенін біліп қалады. Елтаңбаға айтты, оқ Қазақстан ғой. Туға қарайды, жаңағында олимпиадада орын алып отқан кезде көтеріліп Қазақстан орын алыпты ғой дейді. Туыңа қарап мемлекетін танып қояды. Дәл солай исламның рәміздері бар. Исламның рәміздері бұл азан, және де ассаламу алейкум деп амандасу дейді. Өйткені біреу ассаламу алейкум деген кезде мұсылман екенін біліп тұрасың да. Бір жерде азан ойнап жатса, қай бір мекенде бұл жерде мұсылмандар бар екенін біліп тұрасың да. Сол үшін ғалымдарымыз не дейді? Қайырлы таң, саламатсыз ба, қалыңыз қалай, қайырлы кеш, кездескенше, сау саламатта деген сөздер бар ғой. Бұл сөздердің өзін ассаламу алейкум деген сөздің орнына алмастан соларды қолдану бұл исламның рәмізі болуымен бірдей дейді. Сол үшін біз ассаламу алейкум деп амандасамыз. Қазір біреу жүр, ассаламу алейкум демеген дейді қазақ. Арма қазақ деп отыр. Армысың, арма қазақ. Bir kısmı suyu olmadıysa armağansa armasın dese. Benim arımda ne yoksun var diyor. Ne yoksun da sen ona? Assalamu aleykum diye amandasak Müslüman adam. Osu amandasudu üretken bizge. Ata babalarımız kitaplarında bükül жердеді. Сол үшін осы сәлемді ассаламу алейкум деп амандаспаймын. Мен саламатсыз ба деген сөзді қолданамын деген адам исламның рәмізін құлаттым деген сөз. Біз мұсылманбыз. Сол үшін осы ассаламу алейкум деп айт, ассаламу алейкум деп амандас деп үйрету нағыз мұсылманның рәмізін тұрғызу болып есептеледі. Осыны есте шығармайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және де осы сәлем беруді не дейді? Бірінші сәлем беруге қызықтырған. Пайғамбарымыз солай. Бірінші кешірім сұрауға, бірінші сәлем беруге, бірінші сапта намаз оқуға, жұмаға бірінші келуге, жақсылықты бірінші істеуге пайғамбарымыз әрдайым қызықтырған. Алла Құранда сол үшін адамдар бар дейді. Кітаптарын оң жақтан алатындар бар, кітаптарын сол жақтан алатындар бар, сосын бұларға бөлек сәбиқун дегендер бар дейді. Озғандар деген бар дейді. Әуелгілер деген бар дейді. Озғандар, әуелгілер деген бар дейді. Сол үшін біз анау Нәжіп Фазыл деген бір түріктің ақыны бар. Сол кісі айтады, біз мұсылмандар дейді. Қазіргі таңда әй қайсың деп, қайсың кәне деген кезде бір жұмыс шығып, бір шаруа шығып, қайсың істейсіңдер деген кезде жан-жағына бүйтіп жалтақтамайтын мен істеймін дейтін адамдарға мұқтажбыз дейді. Қазір біз метро осы жерде ал анау қарды көріп тастау керек деп
жарайды, ешкім ұрмауы мен бара салайын дедім. Бірінші біреудің шыққанын күтеміз да, бірінші біреу істеу керек. Ана кім істейді десе, жан-жағымызға қараймыз да. Біз үммет қандай адамдарға мұқтажбыз дейді. Кім мынаны істейді деген кезде, жан-жағына қарамайтын мен дейтін адамдарға мұқтажбыз. Кез келген шаруада осындаймыз ғой біз. Кез келген мен деп айтпаймыз да. Бірінші біреудің істеген дейді. Деп балып тұртып қоясың. Ал Алланың алдында біз жәннатқа бірінші кіргіміз келмей ме? Кім жәннатқа бірінші кіргісі келеді деген кезде, енді Алла тағала өйтіп сұрамайды. Алла тағала осы дүниеде кім бірінші болуға ұмтылды, соны бірінші кіргізеді. Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам сол үшін сәлем болсын, бірінші бастауға тұрсын. Және пайғамбарымыз өзі қызықтырды. Ассаламу алейкум деп ең бірінші амандасқан адам 10 сауап алады. Ал сәлемді қайтарған ва алейкум ассалам бір сауап. Ассаламу алейкум деп бастаған 10 сауап. Сол үшін де қадірмен жамағат осылай араларымызда сәлем беру, сәлемді жаю, сәлемді көптеп беру ол мұсылманшылықтың негізгі тұтқаларының бірі, және мұсылманның алдындағы ақысы болып есептеледі. Бұл жайында да өте қатты көп әңгімелесуге болады негізінде. Тек қана сәлем деген тақырыптың өзінде. Әңгіменің міндетті түрде сәлеммен бастау керек. Осы кезде біреу келіп ассаламу алейкум десе, біреуіміздің жауап беруіміз не нәрсе? Уәжіп болады. Біреу жауап берсе жетеді негізінде. Басқаларымыздың мойнымыздан түседі. Және пайғамбарымыз үлкен мәдениет қалыптастырған. Жүріп бара жатқан адам отырғанға сәлем берсін дейді. Кіші, жасы кіші болған адам үлкен адамға сәлем берсін дейді. Бұл үлкен бір мәдениетті. Сол үшін осы бір мәдениет, осы бір рәміз біздің арамызда көптеп айтылу керек. Одан кейінгі екінші ақысы сырқаттанып қалса дейді, қал жағдайын сұрау дейді. Өзі адам ауырған кезде біреу істейді екен. Кім менің қал жағдайымды сұрап келеді? Жай уақыттары қал жағдай сұрасам ашулануы мүмкін. Ой, мынаудағы жазып қалыпты. Бірақ ауырған кезде адам іздейді екен. Адамның басына қайғы түскен кезде, жалпы сынақ келген кезде адам бүйтіп іздейді екен. Кім бар екен? Жанымда кім бар екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам неге жаназаға қатысқан адам айтады, бір таудың сауабындай алса, ал енді жаназаға қабірдің басына барған кезде екі таудың сауабы жазылады дейді. Неге десе, өйткені адам жақынын көріп жатқан кезде, жақынын жер қойнауына тапсырып жатқан кезде бүйтіп қарайды екен ғой, енді мен жанымда кім бар еді? Енді кім бар деп қарайды екен. Сол кезде жаңа бауырларым көреді, ана достарым көреді, жалғыз емес екен. Көңіліне жұбатуды. Көңіліне жұбаныш сыйлайды. Кез келген адам қиын сәтте біреудің жанына табылғанын қалайды. Сол үшін Алла тағала қалаңызшы. Адам жақсы көреді, билейді. Имам Муслимде хадис бар. Құдси. Алла ертең бір құлым қияметте алдына келген кезде бүйтіп айтады дейді. Я бна Адам, инни маридту фалам таудни. Ей адам баласы, мен ауырған кезде сен неге мені зиярат етпедің? Сол кезде адам айтады екен, я Аллахым, сен әлемдердің Раббысы емессің ба? Сен де ауырасың ба не? Десе Алла тағала айтады, жоқ. Егер де сен ауырып адамды зиярат еткеніңде, мені соны жанынан табатын еді. Мені соның жанынан табатын еді дейді. Я Аллахым, мен сенен мұқтажмын, сенімен бірге болғым келеді, сенің разылығыңды алғым келеді деген адам, міне, ауру адамға барып, жанына барып, зиярат етіп, қал жағдайын сұраш, дәл сол жерде Алланың разылығы бар, Алланың сенімен бірге болатындығы бар, Алла тағаланың сол жерде күш-құдірет сенімен бірге.
қараңыз. Бір мұсылман дейді, өзінің ауырып қалған жолдасын, бауырын зиярат етуге шыққан кезде дейді, сол барған жолы дейді, қайтқан жолы жәннаттың бақшасын аралағанмен бірдей болады дейді. Және де ол таңертең барса, кешке дейін 70.000 періште ол үшін истихфар айтады. Кешке барса, таң атқанға дейін 70.000 періште ол үшін кешірім сұрап истихфар айтады. Термизиде келетін хадис бұл. Не құдірет дейсің да бұл? Сөйтсе, біз бірге болған сайын, біз бір-бірлерімізге бауырмашылықты арттымыз келген сайын, бір-бірлерімізге жанашырлығымыз күшейген сайын, Алланың бізге беретін сауабы көп, жазатыны көп. Ал біз бір-бірден ажыраған сайын, бір-бірімізден қашқан сайын, бір-бірімізді жек көрген сайын, Құдайдың назарынан не істейді? Алыстай береді. Құдайдың радарынан не істейсің? Жоғаласың. Сол үшін басыма бір сынақ түсті. Бір сынақ түсіп тұр менің басыма. Құдайым, сол проблеманы шешіліп кеткенін қалайын дейсіз ба? Аллахи, бір бауырымыздың проблемасын шешіңіз. Бір проблема болды ғой, сіз оны шешіп бере аласыз. Бірақ өзіңізге шешіп бере алмайсыз. Басыңызда бір проблема болып тұр. Сізде бір документпен проблема болып тұр. Бірақ сіз, мысалға, машинаны күшті білесіз. Машинаны күшті жөндейсіз. Бір бауырыңыздың көлігі сынып қалды. Сіз документ жөндей алмайсыз, бірақ көлік жөндей аласыз. Сол мұсылман бауырыңыздың бір қажетін өтеп, ана бір-екі свечасын дұрыстап берейінші десеңіз, Құдай сіздің шаруаңызды шешеді. Бұл сондай заңдылық. Алла мұсылман, қай мұсылманның қажетінде өзге біреудің қажетімен айналысып жүрген адамдыкінде. Алланың жәрдемі, проблема бар ма? Біреудің проблемасын шешеді. Кез келген адамның кішкентай болсын, мұқтаждығын өтесеңіз, Құдайдың жәрдемі болады, Аллах еді. Біз сезбейміз бе? Сол үшін бауырыңыз сырқаттанып қалса, барыңыз. Сол ғалымдар айтады, егер де бір бауырыңыз сырқаттанып қалды дейді, оның жақын туған туыс бауырлары барып жүрсе, саған оны зиярат ету сүннет болады. Ал егер бір бауырың сырқаттанып қалып, оның жақын туған туысқандары жоқ, оған зиярат ететін ешкім жоқ болса, онда сізге бару уәжіп болады дейді. Мынандай бір кісілер болады ше? Мен өмірімде көп рет кездестірдім. Үлкен кісілер ауырып қалады ғой. Сол кезде айтады, ол скоро өледі дейді. Сол кезде көп үлкен кісілер үйге шығарып дейді, үйде өлейін дейді. Жаным үйде шықсын дейді. Больницада жатып ешкім өлгісі келмейді. Осы жерде больницада жатқан кісілер баршылар өмірімізде ауырып көрген. Больницада жатып көрдіңіздер ме? Мен мысалға осы көп болған жоқ, осы 2024-тің бір аяқ жақтарында больницада 8 күн жаттым бар ғой. Зерігіп кетесіз ғой, зерігіп. Зерігіп, ішін пысып, бір жерде қамалып қалғандай, бір ішінде керек емес болып қалғандай, көңіл күйің түсіп, ана жерде ауру болсаң да шығып кеттің деп тұрған. Ауру болсаң да үйге барып жатайын шешесің. Өзі сондай жер ол. Сол кезде ойлаймын, ана үлкен кісілер неге үйге шығады, сөйтсем ана жерде ешкім жан тапсырғысы келмейді. Сол үшін қадірменді бауырлар, ауырып жатқан туысқандарымыз бар ма? Ауырып жатқан жақын бауырларымыз бар ма? Барып қал жағдайын сұрап берсеңіз, Алланың алдында үлкен істі атқарған болып есептелесіз. Үшінші ақысы дейді, шақырса жауап беру дейді. Яғни сізді бір жерге шақырды, сіз шақырған жерге бару керексіз. Шақырған жерге бару. Әлбетте, егер де сізде бір шұғыл түрде, шынымен де жолыңызды кесіп тұрған, бөгеп тұрған,
нәрсе болмаса, онда шақырған жерге бару керек. Өйткені адам қуанышты сәтте де адам іздейді. Әсіресе бұл жерде ғалымдарымыз айтады, тойдың дастарханына, әлбетте адал болған тойдың дастарханына жауап қату дейді, ол уәжіп деп есептеледі дейді кейбір кезде. Жағдайым бар, жауап беріп, сол үшін Мағжан Жұмабаев аталарымыздан мынандай сөз қалған: біреудің қайғысын бөлісу дейді, ол кез келген адамның қолынан келетін іс. Ал біреудің қуанышына ортақтасып қуана білу, бұл шынайы мұсылманның ғана ісі дейді. Өйткені біреудің қуанышына ешқандай риясыз, қызғанышсыз шынайы қуана алатын мұсылман бұл мұсылманды. Біз кейбір кезде несен ішіміз өртеніп тұрады. Ішім өртеніп, көре алмай солай. Сол үшін біреу шақырды ма? Дастарханына. Не дейді? Біреу шақырған кезде бармасаң, ертең шақырған назар болып қаласың дейді. Мен неге шақырмай жатырмын? Сен неге шақыру керек? Сен шақырған кезде келмейтін адамсың ғой сен. Сіз неге шақырады? Сен өзің келмейсің ғой, сен шақырсың. Біз адам өзі сондаймыз ғой. Шақырса барып келмейді, шақырмасаң неге шақырмай кетті дейсің де. Сол үшін адамның күні адаммен. Сіз біреуді шақырасыз, келеді. Сізді шақырады, сіз де барасыз. Төртіншісі, адам шүкірген кезде оған жақсылық тілеу. Білесіз, егер біреу шүкіріп қалса, альхамдулилля дейді. Сосын екіншісі біреу оған дұға тілейді, ярхамукалла, немесе сау бол дейді қазақша. Жаракум алла деп атады. Сосын ол адам яхдикумуллаху ва юслих балакум деген сияқты бір дұғалармен жауап қайтарып жатыр. Осы жерде неге солай істейміз десе, жалпы мұсылманға деген көңілі ғой. Негізі медицина кітаптарында жазады, адам шүкірсе жалпы, шүкіруге күш қуаты жетіп тұрса, ол адамның бойында жалпы денсаулығының барының белгісі. Сол үшін бір рет шүкірсе, не дейміз? Ярхамукалла дейміз. Алланың мейірімі болсын саған дейміз. Екі рет шүкірсе сөйтіп айтамыз, бірақ ғалымдар дейді, 3 рет, 4 рет шүкіріп кетсе, ол кезде Алла шипа берсін деп айтасыз. Өйткені ол көбірек шүкіріп кету, ол үшін денсаулығында кішкене сырқаты бар деген сөз. Бірақ негізінде медицинада 1 рет, 2 рет қана шүкіріп жүрген адамның бойында қуат, күш бар деген сөз. Және де білесіздер, хадистерде не дейді? Адамды ең бірінші жаратқан кезде, Адам алейхиссаламды, ол ең бірінші нестерде шүкірді дейді негізінде. Шүкірді да сол кезде Алла оның аузына салған ең бірінші сөз альхамдулилля деп айтты дейді. Ең бірінші адам ата не сөз айтты десе, альхамдулилля деген сөз айтқан хадистерде сөз. Шүкіріп альхамдулилля. Сол үшін біз де шүкіреміз, денсаулығымыздың барына альхамдулилля дейміз. Бауырымыз соны естіп тұрып, ярхамукалла, Алла сені мейіріміне бөлесін деп айтуы міндет. Бұл да не? Мұсылмандардың әрдайым бір-бірлеріне жақсылық тілеуі. Сол үшін қадірменді бауырлар, осы бір үрдістерді қалдырмауымыз керек. Бізде дәл осындай үкім ғой. Біреу шүкірсе, альхамдулилля десе, бір адам айтса, қалғандардың ойынан құтылады, түседі. Ал басқа маслихаттарда негізі бүкіл айту керек. Кезінде Харун Рашид дейді, өзінің үлкен сарайында отырған кезде сондай гу етағандай бір дыбыстар естіліп қабағы сілкінетіндей. Сол кезде Харун Рашид сұрайды дейді, мынау кім дейді? Не болып жатыр десе? Ойбай халифа, мына жерде не істеп жатыр? Жанымыздағы ғимараттың ішінде Абдулла ибн Мубарак деген ғалым сабақ беріп жатыр. Сабақ беріп жатып, шүкіріп жіберіп, альхамдулилля деп қабеді, бүкіл ғимараттың ішіндегі шәкірттері ярхамукалла деп хормен жауап қайтарады. Өйткені өзгелерде адам
дұға тілеуі міндетті, жауап қайтаруы міндетті. Сөйтсе ол сондай «Ярхамукаллах» деген кезде бүкіл хормен айтқан кезде ана кішкене тітіркеніп қабылға қозғалғандай болды дейді. Сондай вибрациясы да болып кеткен. Ол уақытта сондай болған. Мынау имам Бұхаридің өмірбаянында келеді, бір мәжілісте дейді 5 мың, 8 мың, 10 мың адам жиналып отырады дейді. Ол кезде бірақ микрофон жоқ қой дейді. Сол кезде осы жақтан ана кісі сөйлейді дейді. Ана жақта отырған адам естіп отырған артқа қарай жеткізеді. Бірақ сөйтіп барлығы отырады екен. Енді қызық қой, микрофон жоқ заман. Мысалы, Билал радиаллаху анхулар дауыстары қандай еді дейді. Бір кітаптарда жазып қойып, өлшеммен, шамамен ана кісілер бұлай айқайлап отырса дейді, дауыстары да сондай екен да, 10-18 километрге дейін естіледі екен. Сол үшін біздің қазақтың да кезіндегі уже микрофон дауыс естілгенде сөйтсе солай естіледі екен. Кезінде көрші ауылдағы азандарды сол жерден білетін дейді. Сөйтсе жазық далада кейбір кезде солай жел дауысымды жеткізеді екен. Одан кейінгі бұл жерде айтылатын 5-ші дүниеден өлсе жаназасына қатысу дейді. Қандай бір мұсылман бауырымыз дүниеден өтіп кетіп жатса, оның жаназасы артына барып, жаназасына қатысу ол міндет. Баяғыда ғалымдар айтады, кімнің кім екенін жаназада білеміз деп айтады. Өйткені қандай да бір тақуа адамдар, ғалымдар қайтыс болған кезде жаназасында үлкен топ адамдар жиналады. Имам Ахмадтың жаназасында 600 мың адам болған дейді. Имам Табарилар қайтыс болған кезде адамдардың көптігі сонша болады. Мына Түркияда кім қайтыс болған кезде, Махмуд Эфендилер қайтыс болған кезде 3 миллион адам қайтыс кеше көрдіңіздер. Соның барлығы тұрып, 3 миллион адамның өзінің сенің жаназаңа жиналуының өзі нені білдіртеді? Сенің әйтеуір жақсы адам болғаныңды білдіртеді. Әйтпесе жаман адам болсаңыз, сіздің жаназаңызға сөйтіп жиналып, сол қыспаққа шыдай ма? Сол үшін Расул Алла не деді? Бір адам қайтыс болған кезде жақсы сөз сөйлеп жатқанда уәжіп деді. Тағы бір адам келесі күні қайтыс болып, жаман сөз сөйлеп жатқан кезде уәжіп деді. Сахабалар байқайды, я Расул Алла, кеше бір адам жайында жақсы сөз сөйлеп жатқанда уәжіп деп 3 рет айттыңыз. Кейін бір адам қайтыс болған кезде жаман сөз сөйлеп жатса 3 рет уәжіп деп айттыңыз. Неге үйттіңіз, я Расул Алла десе? Өйткені қандай да бір адам қайтыс болып, артынан тек қана жақсы сөз айтылса, ол адамның жәннатқа кіруі уәжіп деді. Қандай да бір адам қайтыс болып, артынан тек қана жаман сөз айтылса, ол адамның тозаққа кіруі уәжіп деді. Сосын артынша мынандай сөз айтты. Әнтум шухадауаллахи фил ард. Сендер жер бетіндегі Алланың куәгерлерісіңдер деді. Бүкіліміз куәгерміз. Кімнің не істеп жатқанын, кімнің қандай тірлік жасап жүргенін. Бірге жұмыс істейтін коллегалар өздерінің жұмыстарында бір адал қызметкер бар. Соның адалдығына куәгер болды. Мешіттегі жамағат бар. Бір кісі бар, мешітке келеді, жамағат намазынан қалмайды. Сабақтарды жазып отырады. Ұстаздың сабағына келіп сүре жаттап, тәжбит оқып жүреді. Оның сол табандылығына басқалар куәгер. Біреудің үйінде асан болып қалып, стройды жүріп жатыр, құрылыс жүріп жатыр. Оған көмектесу керек болған кезде бір жігіттер болады, сондай жерден қалмайды. Оның сол жерден қалмай, әрдайым қол ұшын созуға болып жүргенде өзгелер куәгер. Біреудің жомарттылығына біреулер куәгер. Дәл сол сияқты біз бір адамдардың жақсы ісіне куәгерміз. Және де дүниеден өткенде қайырым. Сол жақсылығын айтамыз.
Сол үшін кеше қанша ұстаздарымыз қайтыс болып жатырмыз. Мынау Бауыржан Алиұлы ұстазымыз қайтыс болған кезде ата-анасы айтқан ғой, ұлымның кім екенін жаназада білдім дейді. Ұстаз дейді, көметін жерге дейін дейді, сол кезде жаназасында үлгере алмай қалды. Ұстаз жерлейтін жерге дейін бірнеше километр бар дейді. Ол кісінің табыты жерге тиген жоқ дейді. Адамдардың жиналғаны көп сонша. Кешегі ұстаздарымыз, Абдуғаппар ұстаздарымыз, марқұм Әбдісаттар ұстаздарымыз сол кісілердің жаназасына барып танымайды, бірақ жылап көңілі босап отқан кісілер қанша. Дұға тілеп отыр. Мәселе, мен өйтіп ұстаз болмасам, мен өйтіп ел жұртқа бірдеңе істемесем, менің жаназам ешкімге мен жоқ қадірмен жамағат. Біздің дінімізде мынандай қағида бар, естеріңізде болсын. Бұл Осман радиаллаху анхудың сөзіне сүйенілген ақпарат. Қандай да бір адам жақсы болса, жақсылық істесе, Алла оның жақсы адам екенін, және істеген жақсылығын жұртқа көрсетіп қояды. Қанша тақпаштаса. Ал қандай да бір адам жаман болса, Алла ол адамның жамандығын жасырып қояды дейді. Егер ол адам тәубе қылмаса, сол кезде ғана әшкере дейді. Ал жақсы адамның жақсылығын жұртқа жайып қояды екен де Құдай бірден. Ал жаман адамның жамандығын бірден жаймайды дейді. Сол үшін Құранда аят бар. И'малу фасайараллаху ва расулуху вал муъминун. Амалдарыңызды жасаңыздар, тоқтатпаңыздар. Алла көреді, Алланың елшісі көреді, және де мұсылмандар да көреді, көресіңдер дейді. Сол үшін дейік қазақтар, 40-қа жасымыз келіп, ердің ісін, бір нағыз момын мұсылманның ісін істе деген адам түк бітірмейді дейді. 60 жасқа келген адамның Алланың алдында айтатын өзі жоқ дейді. Құдай, мен енді деп айта алмайсың сен. Өйткені сол уақытқа дейін сізге Алла тағала ғұмыр берді, күш қуат берді, бар еді. Не істеді? Сол үшін қадірмен жамағат, Аллах субханаху ва тағала осы мұсылманның хақсыларын сақтауды бізге міндеттейді. Және де соңғы 6-шы ақысы, оны да айтып жіберейін. Егер насихат сұрап келсе, кеңес сұрап келсе, кеңес беру дейді. Бұл қандай кеңес? Бұл не насихат болды екен деген кезде, бір мұсылман бауырым маған келді. Елеке, мен үйленейін деп едім деді. Пәленше деген қыз сіздің көршіңіз екен, не айтасыз деген кезде, мен жасырып қалуыма болмайды да, ана қыздың жаман екенін білсем. Тие берді. Бұл жерде ғайбат болмайды дейді қалаларымыз. Егер біреудің келіп тұрса, дұрыс емес деген айтасың. Жақсы болып тұрса, жақсы екенін айтасың. Жасырып қалуға болмайды. Біреу келді сіздер, бір бизнес жасағысы келіп отыр. Пәленше деген бизнес жасайын деп едім. Қалай, жақсы ма десе, көрісейін де. Болмайды, айту керек. Алдыңнан мынандай нәрселер кездеседі. Ол сынақтан былай өтесің. Мынандай нәрселерден қорықпай-ақ қойды. Айту, мұсылман бауырымыз насихат сұрап келіп тұрса, ол міндет. Расул Алланың кезінде бір әйел кісі келген. Я Расулалла, мен бір тұрмысқа шыққым келіп жатыр еді деген кезде, пайғамбарымыз қалай 2 адам жайында айтады. Байқа дейді, біреуі дауысын қатты көтереді, қатты шығарады, екіншісі арасында қолы көтеріліп кететіні бар деп айтты. Әйтпесе бұл деген, анау деген кішкене ұрысқа жақын, анау деген кішкене төбелеске жақын деп айтпайды ғой. Бірақ ана қарындасымыз келіп тұрған Расулалла айтты дейді. Аттарын атап тұрып айтты. Насихат сұрап келдің ме? Насихат айтшы маған, кеңес берші.
мына жерде не істеймін, мынандай нәрсеге тап, сол кезде кеңес беру біздің міндетіміз. Білмеймін, айналайын, өзің жүре берші, өзің шешші деп айтуымызға болмайды екен қадірмен жаман. Міне Аллах субханаху ва тағала осы бір ақыларымызды сақтауды нәсіп қылсын. Біздің Алланың алдында ақыларымыз бар, міндеттеріміз бар. Ол намазымызды, оразамызды орындау, Алланың бекіткен парыздарын орындап, Алланың қойып қойған шектеулерін асып түспеу. Біздің пайғамбардың алдында да міндеттеріміз бар. Ғалымдарымыз оны 11-ге жеткізеді. 11 міндет бар екен. Пайғамбарға көмектесу, артынан жалған сөз сөйлемеу деген сияқты кете береді міндеттер. Дәл сол сияқты мұсылманның алдында міндеті бар. Бір көршінің, өзге бір көршінің алдында ақысы бар. Қонақтың келіп қалса, оның алдында ақымыз бар. Баламыздың алдында ақымыз бар. Әке-шешеміздің алдында ақымыз бар. Досым, бұл не үшін айтылып отыр? Осы ақылардың барлығы еді сұралады. Бастаймыз дейді. Мынау ақым не істедім дейді. Мынаны не істедім дейді. Құдай сұралады. Пайғамбардың ақысы сұралады. Мұсылмандікі, көршінікі, ата-ананікі кетіп барды. Жауап бердің ба? Өттің. Жауап бере алмадың ба? Сол кезде көреміз қалай. Алла тағала сол бүкіл әр нәрсенің өзінің ақысын беріп, сол қияметте болатын есептен жеңілдікпен өтуді нәсіп қылсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر. الله رضي